Всем привет, достар. Бүгін фолклова бірінші күні. Бүгін таңертең ерте тұруды ғана бастадым десем болады. Тезірек көрпемді жинап, зарядка жасауға кірістім. Бүгін пилатес и осанкаге зарядка жасайын деп уақытымды бөлдім. Бүгін барынша ерте тұрғаным, сол сағат 7:30 болды. Бірақ ұйқым қанған жоқ, басым қатты ауырды и әрі асимметрияға тоже зарядка жасадым. Қатты ауырып, басым настроением болған жоқ. И потом мама екеуміз шай ішіп алдық. Інім сабаққа кетіп қалды бұл уақытта. Потом мен боянып, киініп видео түсірдім. И арасында видеомды монтаждап жүріп, алып баратын қағаздарымызды дайындадық. Шашым осындай онша емес болып тұр, но маған болады, енді боямайынша дұрыс ретке келмейді. Негізі вроде нормальный көңіл күймен шыққан едім үйден. Уже машина келіп, біз үйден шығып бара жатырмыз. Дала бізде осындай весенний погода болып жатыр. Мама екеуміз бара жатырық. Алда не болатынын әлі білген жоқпыз. Уже сон жаққа қарай келдік. Анам екеуміз уже нотариуске қарай бара жатқанбыз. И бүгінгі күн бізді өте қатты шаршатты. Анам да, мен де мықты шаршадым. Әркімнің кабинетіне бардық, оларды күтіп отырмыз. Анам екеуміз шаршап очередь күттік тағы еще. Потом тағы басқа жақтағы кабинетке келдік. Сол екі ортада қайта жүріп, үйге қайтуға тағы машина күтіп тұрдық. Сонымен уже үйге қайтатын уақыт болып, анам екеуміз не істейміз деп ойлап, сонымен түске үйге қайтайық деп шештік. Сонымен уже мен шаршап, басым одан сайын қатты ауырып, ұйқым келіп келе жатыр. Бұның барлығы қанның аздығынан. Мен әлі емді бастаған жоқпын. Уже бізде даланың бәрі еріп, кәдімгідей көктем ерте шығатын сияқты осы жылы. Потом уже анам екеуміз үй жаққа қарай келдік. Мен тез түскі асты дайындап ішіп алғанмын. Еще түннен қалған ыдыстарды жудым. Сөйтіп жатып ұйықтап қалыппын. Уже мына жерде душым кетпеген. 15 минут ұйықтап, қайтадан макияжымды дұрыстап шығып кеттік. Қайтадан бұл жолы қатты ұйқым келіп келе жатыр. Өз өзімді қинап баратырмын. Сонымен біз қайтадан келдік. Басқа кабинетке, ол сол жерде күтіп отырмыз. Әртүрлі кабинеттерге бардық. Тоже тағы. Одан тағы туда-сюда мені жұмсады. Барып қағаздарды тапсырдық. Қайтар жолда мен Каспий постаматтан келіп тұрған посылкамды алып, үй жаққа қайтатын болдық. Анамның да менің де көңіл күйім болған жоқ, себебі бүгінгі қағаздарымыз ойдағыдай бітпеді. Сөйтіп көңілсіз үйге қайттық.